Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Дархан ауылында Айрылмас мәдени демалыс аймағының ашылуы өтті. Айрылмас қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өткен шараға еліміздің түкпір-түкпірінен, сондай-ақ көрші елдерден де қонақтар келген. Ашылу салтанатында аласапыран заманда Абылай ханның сенімді серігіне айналған Бердіқожа Батыр туралы сахналық қойылым қойылды. Қазақстан Республикасының тарихында ерекше орын алатын жаңару мен жаңғыру, жаңа Қазақстан құру кезеңінде үлкен өзгеріс болып, ата заңымыз Конституцияға өзгерістер енгізілетін, бүкіл халықтық референдум өткізілетін кезеңнің тарсаңында ұлы бабалардың рухын тірілтіп, үлкен мереке шара өткізіп жатқан Сарыағаш өңірінің халқына біріншіден рахмет айтамын. Біздің ата-бабаларымыздың ынтымақ бірлігінің арқасында біз осындай тәуелсіздіктің тәтті дамын татып отырған кезеңде ойымызға келген ұлтты біріктіретін, ұлттың рухын көтеретін ізгілікті істерді әр жерде істелініп жатыр. Соның биік көріністің бірі мына Шанышқы баба ұрпақтарының жасап жатқан ұлы істерінің бірі. Біз осыған шын мағынасында жүрегімізбен қуануымыз керек. Өзіміздің босқа өмір сүрмегенімізді, бізге дейін жеткізген ұлы бабалардан қалған ұлағатты істерді жалғастырушы болғанымызды мақтан тұтуымыз керек. Бұл жалғасы болатын тірлік. Бірлік бар жерде тірлік бар деген ұлы бабамыз айтқандай, кеудіңде шыбын жаның болса егер жоғалтпа жер бетінен қазағатын деп ұлы Қожаберген жырау айтқандай, біз ұлылықты, мәңгілікті армандаған елміз. Ұлы бабалар соны армандады. Біз соның жалғастырушылармыз. Бүгінгі тірлікте сол бабалардың көтерген, көңіл бөлген, аңсаған армандарын іске асыру жөніндегі үлкен жиын болып отыр. Саябақтың негізгі көркі биіктігі 18 метрден асатын монумент. Алыстан көз тартатын ауқымды нысанның тарихы тереңнен бастау алады. Өзіндік мағынасы да бар. Монументті қарасаңыздар, 4 бөліктен тұрады. Қазақта өзі мақал бар ғой. Мақал мәтел, төртеу түгел болса төбедегі келеді деп. Мына қазақтың бірігетін кезі келді, төбедегін алатын кезі келді деген мағына. Астындағы паноны көрсеңіздер, тарихы терең қазақ елінің болашағы өте жарқын екенін білдіреді. Мына сол жағында қарасаңыздар, тарихи кезең батырларымыздың осы елді қорғағанның көріністері. Паноның оң жағына қарасаңыздар, қазіргі космос, даму, цифровизация. Сондықтан да бұның барлығының мағынасы бір, төртеу қазақта түгел болатын болса, тарихын терең біліп, соны сыйлай білетін болса, содан оғынып, сабақ алып, бірлік, ынтымаққа алға жылжитын болса, болашағы жарқын дегендей. Сондықтан бұл жерде мен ойлаймын, бүгінгі іс-шара бірлік, ынтымақтың іс-шарасы болып отыр. Рухани жаңғырудың бір бұлағы ретінде әрқашанда өзінің қызметін осы саябақ атқара беретін болады. Бұл жерге жастар келеді, ертең патриоттық рухта тәрбиеленеді. Әрбір қазақстандықтың негізгі мақсаты елді дамыту, көк туын биікте желбірету. Осы біздің бабаларымыз сияқты, батыр бабаларымыз сияқты бір құлаш жер үшін маңдай терінде қанын аямай еңбек етіп, майданда қанын төгіп, бізге алып қалған осы жерге ие болу үшін бүкіл қазақта рухы биік болу керек. Рухы биік елді бірде-бір мемлекет басып ала алмаған. Қандай да бір адамы көп, әскері көп елдердің де қолынан келмеген қазақ елін басып алуға. Себебі біздің ата-бабаларымыздың рухы биік болған, бізде сенім биік болған, бізде бірлік, батыс болсын, шығыс болсын, оңтүстік болсын, солтүстік болсын, барлық бұрышын біздің батырларымыз білек күшімен, найзаның ұшымен, ең бастысы үлкен жүрекпен, рухпен қорғаған. Сондықтан ол ешқашан біздің санымыз аз, бізде қару-жарақ аз демеу керек. Біздің рухымыз биік болатын болса, бізге жау шаппайды. Біздің бірлігіміз мықты болатын болса, біз алда боламыз, дамимыз, өсеміз. Біздің ұрпақ бақытты жаңа Қазақстанда өмір сүретініне мен өзім сенемін. Қонақтар жүздеген адам жиылған шараны жоғары бағалады. Сонымен қатар тарихты жаңғыртып, руханиятқа ауқымды үлес қосқан жоба ұйымдастырушыларына да дән риза екендерін жеткізді.
аралап шықтым, көріштім, өте керемет, тамаша жасалған. Негізі мына осындай қанша адам қонақ жиылып жатыр. Сол себепті тілейтін бір нәрсе, ынтымағымыз мықты болсын, бірлігіміз мықты болсын, достығымыз айырылмасын. Осы халыққа бәрі денсаулық, амандық тілеймін, Құдай қаласа. Мына кесене ары қарай әдемі болып, керемет бола берсін.